Қымбат сыйлық ала алмайтын әйелдің отношениеде жіберетін топ 5 қателігі атты тегін сабаққа қош келдіңіз. Бүгінгі сабақ күйеуінен, жігітінен қымбат сыйлық алып, вниманиені просто так алып, без повода подарки алғысы келетін қыз-келіншектерге арналған сабақ. Қандай ошибкалар біз жасаймыз, сол ошибкаларды жөндеуге бүкіл пошаговый инструкциясын беретін болам. Ол үшін сабақты соңына дейін қараңыз. Қалай қымбат сыйлық алатын қыз немесе әйел болуға болады? Почему саған әлі ешкім сыйлық бермейді? Берсе де тек қана 7 март или туған күніңде, или вообще сен туған күніңді ұмытып кетеді. И қандай болу керек, чтобы без повода сыйлық алып, еркекке ценный болу үшін? Не істеу керек? Көп қыздар ойлайды, әйелдер ойлайды, еркек сыйлық беру үшін мен идеальный болуым керек деп ойлайды. Еркек сыйлық беру үшін мен төсек беруім керек деп ойлайды. Еркек бірдеңке маған подарить ету үшін, қысқасы мен бірдеңе істеуім керек, чтобы что-то получить деп ойлайды. Бірақ мен сіздерге бұл нәрсені жоқ, бұл сіздің өзіңіздің блогыңыз деп айтсам, сенесіз бе? Сыйлық сұрайтын емес, сыйлыққа лайықты болуды үйренетін боламыз. Бұл проблема негізі көпшілік әйелдерде, қыздарда кездеседі. Часто бұл жігітіне немесе жігіттер тарапынан сыйлық ала алмайды, қалай алу керек екенін білмейді, күйеуіне қалай айтуды білмейді, намектап көреді, но почему-то еркек бұл әйелге сыйлық бермейді. Ал енді өте маңызды жеріне келдік. Ол үшін қандай әйел болу керек, не болсам қандай қыз болу керек, чтобы тебе просто так без повода дарили подарки. Вообще мен негізі мақтанған ұнатпаймын қыздарда, вообще мақтанамаймын мен, но бүгін исключение жасағым келіп отыр. Дәл мына жерде көріп отқан мына сыйлықтардың барлығы осы менің охотница курсымды алып отқан қыздардың результаттары. И сізге дейін қаншама қыз жасаған, сізде осы сыйлықтарды, если фишка техникаларын білетін болсаңыз, просто так кез келген ер азаматтан ала аласыз. Қалай сізге ұнап жатыр ма результаттар? Қараңыз. И сізде осыған лайықтысыз. Қазір мен қандай осындай сыйлық алу үшін әйел қандай болу керек, сіздерге өзімді разборда көрсететін болам. Мен басында ойладым, қыздарды клиенттерді көрсетем ба деп. Но потом ойландым, почему мен өзім пример болмасқа? Неге мен өзімді бөліспеске, чтобы сіздер түсіну үшін қандай болу керек, чтобы получить подарки от мужчин. Енді осы жерде мен сіздерге пример ретінде өзімнің 2 до после фотомды көрсеткім келеді. Әрине, бұл менің біріншісі до фотом, екіншісі бұл менің после фотом. Мына жерге былай көрсетсек те болады. Осы жерде қарап, внимательно қарап отырыңыз осы суреттерге. Бұл сізге үлкен мотивация болады деген ойдамын. Енді бірінші маған келетін болсақ, бұл бірінші фотодағы мен, бұл менің қазіргі образым. Табиғи энергиям ашылған, женский энергиям жоғары, вибрациям жоғары, ашық, анық, өзіме күтім жасайтын, манерасы, самооценкасы, өзіме деген сенімділігі жоғары, өз құндылығымды білетін, ер азаматтардан ортақ әңгіме құра алатын және ер азаматтан ұялмай сыйлық сұрай алатын образдағы мені айтып өтсек болады. Негізі вообще құндылық, сенімділік деген бұл өзіңе рұқсат ете алудан пайда болады, қыздар. Менде де осындай моменттер болған, вообще сыйлық сұрай алмайтын, сыйлық сұрасам міндетті деп ойлайтын, но осы өзімен жұмыс жасау арқылы осындай дәрежеге жетіп отырмын, қыздар. И сіздің де қолыңыздан осы нәрсе келеді. Енді ең бірінші жұмыс жасау керек нәрсе бұл ұят психологиясы, блоктардың барлығымен жұмыс жасайтын болсаңыз, кез келген ер азамат сізге кез келген сыйлықты бере алады. Осыған сенесіз ба? Дальше кеттік. Енді сіздерге екінші менің өз образымды көрсеткім келеді. Вообще, бұл жердегі қызды көрген кезде сізге қандай состояние елестеді? Энергия 0, хорошая девочка,
Даже сен бұл қызға қымбат гүл берсең де, частный джет берсең де, бір сумка ақша берсең де, бұл қыздың энергиясы көрініп тұрады. Ішінде бұған лайықты емес екендігін ол энергиясымен жеткізіп тұр. Оған қазір сен қымбат үй ақшаны қойып қойсаң да, бұл қыздікі емес сияқты болып көрініп тұрады. И қазір сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз мүмкін. А почему қымбат сыйлық алатын адам ол мен емеспін? Потому что сіз оған дайын емессіз. Вот. И барлық нәрсеге адамның энергетикасы соответствовать ету керек. Сыйлыққа энергетически дайын болу керек. Яғни бұл принятиеге дайын болу керек. Благаға дайын болу керек. А когда сіз ішіңізде некие страхи болатын болса, бұл сыйлықтарды сіз өзіңіз осылай жаба бастайсыз. Енді мына екі қыздың қайсысына сыйлық бергіңіз келеді? Қайсысын лайықты көресіз? Внимательно қараңыз. Я считаю, что, конечно, сіз қазір реализованный маған бергіңіз келеді, потому что мен ол уровеньге лайықты өзімді чувствовать етемін. А мына қызға, конечно, бұл қызды аяйсың, потому что она жертва. Вот это очень важный нәрсе. Енді, вообще негізі еркек сіздің каждый энергетикаңызды чувствовать етеді. Возможно, сіздің фигураңыз идеальны болуы мүмкін. Но бірақ сіздің энергетикаңыз мужской болатын болса, бұл сіздің отношениялеріңізге прямой әсер етеді. Яғни удобная болу, жертва позициясында болу, еркекке дәлелдеу, ешкімнен көмек сұрамау, самооценканың төмен болуы, еркектің вниманиясын өзіңде ұстай алмау, не болмасам сыйлық сұрап, әлсіз болып көрінгісі келмей, лучше мен ақшаға өзім сатып аламын деп, еркектің алдына түсіріп алатын әйелдер бар. Не болмасам жігітінің таксидің ақшасын төлейтін қыздар бар. И вы думаете, что сіз осылай жасасаңыз, оның махаббатын алам деп. Но на самом деле бұл сіздің ең бірінші отношение жіберетін топ бірінші қателігіңіз болып саналады. Яғни сіз еркектің алдында сыйлық сұрауға ұялып, еркектік образға өзіңіз өтіп аласыз. Бұл сіздің үлкен топ бірінші қателігіңізге жатады. Екінші үлкен қателік бұл часто семейный әйелдерде болады. Үш жұмыс жасап, еркекті бағам, еркекті асырайым, сүйрейім деп, барынша семьяға, өзінің айлығына, балдарына киім әперу, өзінің айлығына күйеуіне киім әпереді да, өзіне ештеңке жұмсамайды да. И солай еркек бұған сыйлық берудің орнына еркектің анасына айналып кетіп жатқан қанша әйелдер бар. Өзінен ақша аяйды, өзіне ақша салмайды, но балдарына ақша аямайды. Пожалуйста, күйеуіне ақша аямайды, тойға ақша аямайды, өзінен ақша аяйды. Итоге бұл әйелге күйеуі ақша аяп бастайды да, бұның өмірінде сыйлықтар деген проблема вообще мүлде келмейді. Вот. И осы әйел намектап күйеуінен сыйлық сұрайтын болса, бұл әйел всегда отказ алады. Өйткені бұл оның мамасы. Ал еркек өзінің мамасы сияқты әйелге сыйлық бермейді, наоборот, одан көмек сұрайды. Бұл сізге таныс па? Сосын полный бытқа кіріп кететін әйелдер болады. Яғни бүкіл фокусын жаңағы отбасым, балам, отбасым тек осындай деп ойлап келеді да, полностью еркекті ұмыту отношениеде. Еркекке көңіл бөлу, еркекке внимание бөлудің орнына не баласын, не үйін бытына кіріп, үй жинап, туысқандарды күтумен уақыт өтіп кетіп жатады. Яғни бұлда қарым-қатынастағы сіздің сыйлық ала алмайтын топ үшінші қателігіңізге жатады. Енді осы жерде любовница қыздарды да қосқым келіп отыр. Часто любовница қыздар еркек менен кетпесін деп, олар да еркекке барынша удобны болған сайын, еркектер бұл адамдарға тоже сыйлық беруді доғарып, просто так сені төсек кукласы ретінде қолдануы мүмкін. Бұл сенде кездеседі ма? Если кездесетін болса, астына я деп жазсаң болады. Женатикке зависимый қыздар осы нәрсемен жұмыс жасау керек. Дальше кеттік. Енді осы жердегі, мысалға, мына екі қызды көрген кезде қайсы болғыңыз келеді? Өзіне сенімді сыйлық ала алатын ба, әлде полный, удобный, хорошая девочка жертва состояниясындағы спасатель әйелге ма? Осы екеуінің біреуін таңдау керек. Енді осы проблемалардан шығудың жолдары бар қыздар. Егер сіз ер азаматқа ценный, сыйлық алатын, женственный, расслабленный, классный әйел болғыңыз келетін болса, классный девушка болғыңыз келсе, тек қана папик жігіттерді тартатын, без повода сыйлық беретін, еркекпен при этом долгосрочный отношения құратын қыз болғыңыз келетін болса, сіз өзіңіздің самооценкаңызбен, женский энергияңызбен, уверенностьпен жұмыс жасауыңыз қажет болып табылады.
магнит әйел болу үшін сізге мына бірінші образдағы салтанат сияқты болу керек. Вот. Мен просто өзімді пример ретінде айтып отырмын сіздерге. Енді осының қайсы болғыңыз келеді, осының екеуін біреуін өзіңізге таңдасаңыз болады. Енді осының ішінде осы проблемаларды шешіп, ценный, принимающий подарки қыз, не болсам келіншек болу үшін, міндетті түрде менің охотница курсыма келу арқылы бірінші өзіңізбен жұмыс жасап, екінші отношениеңізбен жұмыс жасап, ер азаматтан без повода сыйлық алып, еркектің құнды әйелі болуға болады. Не болмасам, еркектің құнды ценная девушкасы болуға болады, который сенен айырылып қалуға қорқатын. Әйел ценить етіледі, когда еркек одан айырылуға қорққан кезде. 3 сағаттың ішінде охотница курсына дәл бүгін осы сабақты көріп отқан қыздарға арнайы бағамен доступ ашатын болам. Тек 3 сағаттың ішінде. Тек бүгінгі тегін сабақты көрген қыздарға ғана осы жазылу мүмкіндігі берілетін болады. 3 сағаттың арасында, егер саған 3 сағаттың арасында жазылу мүмкіншілігі беріледі. Егер саған осы сабақ түсініксіз болса, при этом сенде өзің отношениең бойынша өзіңде сұрақтар қалған болатын болса, әлі түсінбей жатқан болатын болсаң, жаңадан келген адам болатын болсан маған, міндетті түрде осы видеодан соң өз номеріңді қалдыр. Саған тегін разбор жасап беретін болам. Енді ал қыздар, егер сабақ сізге түсінікті болса, сабақта не алатыныңызды білген болатын болсаңыз, без повода сыйлық алып, гармоничный отношение құрып, женская энергия ашып, ценный қыз, ценный әйел, при этом еркекті өзіңізге влюблять етіп, сексуальная болғыңыз келетін болса, дәл қазір төменге төлем жасап, сабақты бастап кетіңіздер. Экранда қазір рассрочка, Каспи бәрі шығып тұр, осының бәрі қосылған, пайсыз төлем жасап қатыса аласыз. Төлем жасау үшін мына сілтеме арқылы өтесіз, осы сабақты қарап, төлем жасаған соң, сізбен с нуля жұмыс жасап, сіздің состояниеңізбен жұмыс жасап, гармоничный отношение құрып, қымбат сыйлықтар алуды үйренетін боламыз, қыздар. Одан бөлек, осы курс қатысушыларының ішінде қыздар, екі iPad, екі Dyson, екі Bulgari сыйлықтарын ойнататын болам. Ол үшін осы курстан классный результатыңызды сторизға бөлісіп, мені белгілеп салып кетсеңіз болды. Солардың ішінде осы сыйлықтардың, сіз осы сыйлықтардың егесі болуыңыз мүмкін. Все, девочки, бүгінгі сабақ сізге түсінікті болды деген ойдамын. Охотница курсты барлықтарыңызды күтемін. Целую. Всем пока.